қазақта бір мақал бар еді, ұрайын десең жалғызың, ұрмайын десең жалма өзің деген сияқты. Сол сияқты, иә қиюға қимайсың, иә қимайын десең мынау тұрысы түсіп жатыр, күніге жаман шашым түсіп жатыр. Араларыңызда емізулі аналар бар ма? Сіздерде де осындай шаш түсіп жатыр ма? Комментарийға жазып кетіңіздерші. Не қолданып жатсыздар, қандай әдістеріңізді қолданып жатсыздар? Мен осы бірінші баламда осы бір майды алдыртқанмын. Иісі деген енді әлем жарық, айтпай қояйын. Иісі бірақ әлем жарық болса да шашқа түсуге көмектескен, бірақ жақпай жүргенмін. Иісі әлем жарық болса да жақпасам болмайтын болды, өйткені төбемнің қақ ортамның төбемде шаштар вообще түсіп қалған ғой. Қиып тастайын десем қиюға да қимайды екенсің. Өзі кішкентай кезінен бері өспей жатқан шаш болғаннан кейін. Бұрын кішкентай кезімізде папамыз вообще шашымызды қитыртқызбайтын мамамызға. Папамыз бізге ұрысып, егер де студент кездеріңде ертең шаштарыңды қиып келсеңдер үйге кіргізбей қоямын деп сөйтіп қорқытатын ғой. Бірақ енді студент кезімізде студенттің буымен енді сән қуып шашымызды қиып тастадық кішкене. Ал енді сіздерге қысқаша май туралы айтып кетейін. Бұл майдың аты усма деп аталады. Бұл майдан нәтиже көрем десеңіз 1 ай тоқтамай жағуыңыз керек. Жаққаннан кейін, жақ болғаннан кейін 2-3 сағат ұстау керек. Мен 3 сағат ұстадым. Боля шашымды жуып алып, осылай енді шамалы иісі болады енді. Бірақ нече 1-2 жуғаннан кейін кетіп қалады. Бірақ осы майды аптасына 2 рет қайталап тұрсаңыз, шашыңыз воля болады. Ал егер де өзіңіздің қолданар әдістеріңіз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Гүлім Қакеленкамен бірге болыңыздар. Всем пока!